Бір ел бір кітап республикалық акциясы аясында 2025 жылы ел болып оқитын кітаптар таңдалған болатын. Проза жанры бойынша қазақтың жазушысы, ақын, сыншы, аудармашы Тәкен Әлімқұловтың шығармалары және де поэзия жанры бойынша мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын, өзіміздің желес мақтанышымыз биыл 90 жылдық мерейтой атап өтілген Жұмекен Нәжімеденовтің шығармалары. Тәкен Әлімқұловтай дара тұлғаның өмір парақтарын қарасаңыз, расында тірісінде еден ере ғұмыр кешкен, ешкімге ұқсамаған, аңызға бергісіз тағдыры болған. Оның сөз саптау ерекше, шығармаларының сөздік қоры қазақтың кең байтақ даласындай мол бай болған. Кез келген шығармасын оқып қарасаңыз, өмірдің шынайы бет-бейнесі адамның түрлі тағдыры сыр шертіп тұрғандай көңілге түрлі ой салады. Қазақ әдебиетіне Тәкен Әлімқұлов осы жылқы және де жүйрік жануар туралы Ақбозат шығармасымен келген. Және осы тұлпар тағдыры оны кейінгі шығармаларында көрініс табады. Жылқының жүйріктің қадір қасиеті, оның түсі, оның тегіне, мінез құлқына қатысты, жылқының жүйріктің қадір қасиетіне, тегіне, түр-түсіне, мінез құлқына қатысты білгендерін, көргендерін, көңілге түйгендерін ол өзінің шығармаларында үлкен ізденіспен, үлкен шығармашылықпен жазып қалдырған болатын. Онымен қатар бәйгенің қашықтығы, жердің табиғаты, ат суытудың жолдары мен тәсілдері және де осы жылқының жүйрікке қатысты ырым-тыйымдар мен әдеттер оның көптеген шығармаларында баяндалған. Жүйрік ат бірде қанат